Сәлем, бұл тез мультик. Шоколадты жақсы көретіндерден лайк, семейка Адамстағы қолға қақсайтындардан подписка, Уэнсдейға қақсайтындардан комментарий күтеміз. Бүгін Бигфуттың баласы атты қызықты мультик көреміз. Доктор Харрисонды біреулер қуып келеді. Ол Уоллес деген шаш компани корпорациясының бастығы. Доктор Харрисон қашып тығырыққа тірелгеннен сарқырамаға секіруді шешеді. Оны әйелі мен баласы үйінде күтуде, бірақ сол күннен бастап олар оны ешқашан көрмейтін болады. 12 жыл өткен соң Адам өсіп, класстастары Тони және оның бандасы оның шашына сағыз лақтырып оған прикол ұстайды. Мұны байқаған мұғалім Тониді директорге жіберген кезде Тони Адамға таяқ жейсін дейді. Туалетте ол шашынан сағыздарды алып жатып, жыны келгеннен оның аяқтары өсіп кетеді. Ешкім көріп қоймау үшін туалетіне бумагамен жамап қояды. Адам коридорда кетіп баратып, оның құлағы күшті естіп, ол класстастарының оны мазақтап жатқанын естиді. Тек Эмма ғана оған жақсы қарайды. Бірақ бала қашып Тониға кезігеді. Олардан қашып спортзалға келеді. Адамды қинап, рюкзагымен баскетбол ойнайды. Адам үйге келгенде анасы Шелли одан не болған сұрайды. Адам ойнап жүріп құлап қалдым дейді. Бірақ анасы бәрін біледі әрине. Ол баласының шашын қиып береді. Түнде шашы жоқ болып жатып, таңертең қайтадан дудар баспап оянады. Ол ваннаға барып шашын қияды. Лесенка болып қалғандықтан ол бір чапка киіп алады. Шелли чапкасын көріп, оның әкесінің екенін айтады. Әкесі 12 жыл бұрын қайтыс болғандықтан оның көңілі түсіп кетеді. Бала чапканы анасына қайтарғанда, анасы оны көріп, чапканы киіп ал дейді. Сол мезетте Уоллес инвесторларына соткаларыңды өткізіңдер деп, оларды өзінің ғажайып зертханасына кіргізеді. Ғалымдар таза адамдар парик кимеу үшін шаш өсіретін формуламен жұмыс істеуде. Доктор Биллингсли деген бас ғалым стажерына тәжірибе жасауда. Стажердің шашы өседі, бірақ сосын жанып өртеніп кетеді. Директордың кабинетінде Тони мен оның бандасы өздерінің сабақтан шеттетілгенін біледі. Кейін Адам кіріп, директор оған оның да шеттетілгенін айтады. Адам менің кінәм жоқ қой дегенде, директор төбелесте болсаң болды, шеттетілесің. Және мектепте бас киімді шешу керек дейді. Ол шешкенде қайтадан шашы өсіп кеткенін байқайды. Үйіне қайтып баратып ол Тонидің бандысына кезігеді. Тони оның чапкасын тартып алады. Бірақ Адам бұл әкесінің чапкасы болғандықтан оны өзіне қайтарады да қашады. Ол қашып келе жатыр. Бірақ бір жерде ұсталып, жылдам аяқтарының арқасында үйіне қашады. Банда оның үйіне кеп терезесіне тас лақтырады. Ол тастала бергенде еденнің астындағы қобдишаны байқайды. Ішін ашып қараса, бұл анасы мен әкесінің соңғы жылдар жазысқан хаттары екен. Бала анасынан түсіндіруін сұрайды. Анасы әкесінің тірі екенін айтады. Басқа ештеңе айта алмаймын дейді. Бала қобдишадан тапқан мекенжайға қарап, әкесін іздеуге аттанғысы келеді. Ол түн ортасында шығып, жолдан попутка ұстайды. Жүк көлігі тоқтап, оны сол мекенжайға апаруға келіседі. Таңертең Шелли баласының жоқ екенін байқайды. Бала мекенжайға жеткенде, Адам бұнда ешкім жоқ екенін көріп абдырап қалады. Ол пошта жәшігін ашса, ақтиын хатты алып қашып кетеді. Оның соңынан еріп, Адам табиғаттың әсемдігін көріп, "Вау" дейді. Жақын маңда біреудің жүргенін байқаған Адам қашып баратып қақпанға түсіп қалады да жолға қарай домалайды. Оны жүк көлігінің жүргізушісі қағып кетейін дегенде, түкті біреу баланы құтқарады. Ер адам тоқтап, Бигфут яғни Йети көргенін айтады. Бұны Уоллес естіп, агенттерін сол жүргізушіге жібереді. Жүргізуші оларды сол жерге апарғанда, сол маңайдан агенттердің бірі баланың рюкзагын тауып алады. Кейін Уоллес адамдарын Шеллидің үйіне жібереді, бірақ үйде ешкім жоқ. Сол уақытта әйел күйеуінің мекенжайына бара жатыр. Өйткені баласы сонда кетті деп ойлайды. Адам оянғанда жанында Бигфутты көріп шошып кетеді. Бұл Йети оған оның әкесі екенін айтқанда, бала сеніңкіремейді. Алайда анасы жіберген суреттерді көрсеткенде, Адам "Мен Бигфуттың баласымын ба" дейді. Әкесі шаш компани оны ұстап алып сынақ жүргізгілері келген және отбасының қауіпсіздігі үшін оған өтірік өліп қалу керек болғанын айтады. Сол мезетте Уоллестің агенттері блокпост қойып Шеллиді ұстап алады. Уоллес одан "Күйеуің қайда" деп сұрайды. Ол бірнеше жыл бұрын өліп қалған деп жауап береді. Алайда бизнесмен бұны жоққа шығаратын видео көрсетеді. Адам әкесінен "Мен де сен сияқты түкті адам болып кетем ба" дейді. Әкесі оған "Жоқ, өйткені сен уже 13-тесің және шаш жүндерің бақылаусыз өсе бастаған жоқ" дейді. Баланың құлағы күшті естиді, аяғы үлкен және шашы тез өседі, бірақ денесін түк басып кетпеген. Ол Бигфуттың жақсы жақтарын ғана алған секілді. Соның ішінде емдеу қабілеті. Әкесі ұлын құтқарғаннан кейін осы қабілетімен Адамның аяғын емдеп берді. Адам өзінің мүмкіндіктерін әлі толық түсінбегендіктен, әкесі оның қабілетін сынау үшін оны орманға апаруды ұйғарады. Бірге олар жанатты іннен шығарып алып, аюдың жанынан өтеді. Осы уақытта баланың аяғы өсіп, құлағы қатты естіп кетеді. Адам мұның бәрін қалай басқаруды білмейді. Сол үшін әкесі оған көмектеседі. Ол балаға бір дыбысқа ғана көңіл бөлуді үйретеді. Сосын үлкен аяқпен тез жүгіруге болатынын көрсетеді. Бала бұтаққа соғылып, әкесі оны тұрғызады да ең қызық қабілеті бар екенін айтады. Жануарларды түсініп, олармен сөйлесу. Сол кезде тоқылдақ Стив кеп, бала оны түсінеді. Сосын Траппер деген жанат әйелімен шығады. Алып аю оларға жақындауда. Әкесі оған айғайлауда. Бірақ бұл аю әкесінің досы екен. Уилбур есімді аю Адамға "Ассаламалейкум" дейді.
Сосын Тина есімді ақ тиын кеп орманға аңшылар келгенін айтады. Бәрі сонда жүгіріп, Тина олардың оқтарын бос қып қояды. Сосын Уилбур кеп бұларды қорқытады. Аңшылар оны бос оқпен атқанда Аю өтірік өліп қалады. Жігіттер өлтіргендеріне сенімді болып селфи жасайды. Аю тұрып зомби сияқты оларды қорқытады. Олар енді орманға ешқашан келмес. Адам күшті болғанын айтады. Кейін екеу жүгіріп көлге барып шомылып салқындап алады. Сосын әкесі баласына өзі жасаған гитарасында ойнауды үйретеді. Сонда Адам оған үйге қайтуын сұрайды, бірақ ол бара алмайды. Өйткені отбасына қауіп төндіремін деп қорқады. Ол денесінің түк басуын студент кезінде зерттегенін айтады. Зерттеу кезінде ол өз қанында генетикалық мутацияны табады. Сондықтан мутация түк басуына әсер етті. Уоллес оны біле сап бірге жұмыс істеуге шақырады. Алайда ол бас тартқаннан Уоллес оның зертханасының астан кестеңін шығарып, еңбектерін ұрлап кетіпті. Адамда да сол генетикалық мутация барын білмегендіктен Шаш компания оларды жайына қалдырған. Қоқыстан тамақ іздеп жүрген жанаттар жұбы Шеллиді қалай алып кетіп баратқанын көреді. Дереу тамақ ішіп отқан екеуіне кеп соны айтады. Онымен қоймай Уоллестің қарулы адамдары орманға басып кіреді. Жағдайды жақсарту үшін Адам солдаттарға барып үйіне апаруын сұрайды. Оны анасының қасына қамағанда, ол анасына әкесінің сарқырама астындағы туннельде тығылып отқанын айтады. Бұны естіген Уоллес адамдарын сойаққа жібереді. Алайда бұл жай ғана тұзақ екен. Өйткені Адам оларды бақылап отырғанын білді. Бұл жындылар гейзерға кіріп, малмаңдай су болады. Уоллес жынданып Бигфут баласын құтқаруға келеді деген үмітпен өрт қойып, Адам отырған машинені отқа итеріп жібереді. Адам шығуға тырысады, бірақ балақайдың күші жетпейді. Есінен тана бастағанда әкесі келіп машиненің шатырын жұлып алады, бірақ оған ұйықтататын оқ тиеді. Уилбур жан-жақ отқа оралғандықтан тек Адамды ғана құтқарады. Әкесін тікұшақпен алып кетті. Адам оянғанда жануар достары оны бұған кінәлап, онымен қоштасады. Адам олардан қателік үшін кешірім сұрап, әкесін құтқаратын жоспары бар екенін айтады, бірақ оған жаңа достарының көмегі керек. Тина бірінші келіседі. Сосын қалғандар да келіседі. Шаш компания зертханаларының бірінде доктор Биллингсли сынақ жүргізуде. Уоллес етеге кеп, егер қарсылассаң жаман болады, ал егер көмектессең, отбасың көп ақша алады дейді. Отбасының қауіпсіздігін ойлап, ол келіседі. Адам достарымен орманнан соңғы болып кеткен машиненің үстіне шығады. Жолда тоқылдақ масаны көріп тамақтанып алады. Зертханада доктор Биллингсли Бигфуттың ДНК-сын алып стажерына қолданып еді. Оның жүндері өсіп кетті. Біздікілер жеткенде Адам әкесінің қайда екенін естіп көрейін деп еді, бірақ әкесі алыста. Олар жүгіруде. Стив бақылау камерасын бұзады. Траппер терезені сындырады. Сол кезде дабыл қағылады. Уилбур басып кіріп күзетшіні талдырады. Уилбур жалғыз өзі бәріне таяқ жегіздіреді. Траппер өзінше боп жүр. Ұйықтататын оқтан жалтарған Адам достарымен ұсталады. Алайда оны Уилбур құтқарады. Сол жерге бір топ күзетшілер келгендіктен Аю оларды бөгеуді шешеді. Ал бала әкесін іздеуге аттанады. Уилбурға көптеген ұйықтататын оқтар тиіп, ол ұсталады. Адам әкесін тапқанда әкесі оған кет, мен осында қалам дейді. Сол сәтте Уоллес кеп баланы шығарады. Адам алайда өрт кнопкасын басып күзеттен құтылады. Су шашылып, тақырбастар париктері бүлінбеу үшін қашады. Дабылдан бәрі шынымен де өрт болды деп қашып, Уоллесті де алып кетеді. Сол уақытта Адам Тинаны босатып, одан қалғандарын босатуды сұрайды. Сосын әкесіне келгенде, әкесі қашудан бас тартады. Сонда Адам оған қашпасаң, менің де Бигфут екенімді Уоллеске айтам дейді. Әкесі жарайды балам деп келіседі. Сол уақытта Шелли Адамның келуін күтіп отырады. Жуынатын бөлмеге кірген күзет қалың шашты көріп, Уоллеске баланың да Бигфут екенін айтады. Біздікілер кетіп баратып, газдарды ашып, ғимаратты жарып жібермекші болады. Сыртқа шыққанда Уоллес оларды күтіп тұр екен. Адам да Бигфут болғандықтан әкесін ұйықтатып, оны төмен итеріп жібереді. Жынданған Адам от тапаншасымен атып, ғимаратты жарады. Сол кезде көпір қирап, Уоллес шығып үлгере алмай қалды. Адам әкесін тапқанда, ол ауыр жараланған екен. Адам әкесін өзінің күшті емдеу қабілетімен емдеп, оның жануар достары да сондай келеді. Енді ол нағыз Бигфут болды. Сол кезде қалай екенін белгісіз аман қалған Уоллес атанған әлет шығады. Бақытымызға орай Шелли де сонда болып, оны ұйықтатады. Траппер Уоллестің паригін киіп алған приколист. 12 жылдан кейін отбасы қайта қауышты. Уоллес түрмеге қамалды. Үйде енді бүкіл отбасы. Барлығы бар: Тина, Уилбур және Траппер қыздарымен. Мектепке баратқанда Адамға әдеттегідей Тони мен оның бандысы кеп тиіседі. Адам оларға: достар, қоя салыңдар дейді. Олар қоймағандықтан ол достарын шақыруға мәжбүр болады. Сол кезде Уилбур балалардың артынан шығып, олар қорыққандарынан тышып қоя жаздайды да қашады. Бірақ Траппердің қыздары олардың велосипедтерінің болтын босатып қойғандықтан олар құлайды. Сол кезде Эмма кеп онымен сөйлескенде Адамның аяғы өсіп кетеді. Эмма оның өзгеше екен және ол оған ұнайтынын айтып, екеуі кетеді.